Әлидің кішкентай оқиғалары. 10 бөлім. Жоғалған бұлақ. Ертете, қазақтың кең даласында кішкентай бір ауыл болыпты. Бір күні таң ата. Ауыл адамдары бір түрлі нәрсені байқапты. Арықтағы су тоқтап қалыпты. Шөптер қурай бастапты. Жануарлар шөлдей бастапты. Ауыл адамдары бұлақты ұзақ іздепті. Бірақ ешкім судың қайда жоғалғанын таба алмапты. Сонда кішкентай Әли ойланып қалыпты. Сосын Әли бұлақты өз іздеп көруге шешім қабылдапты. Әли дорбасына қажетті заттарын жинай бастапты. Солай Әли жолға аттаныпты. Алдында шеті көрінбейтін ұзақ дала жатыр екен. Бірақ Әли тоқтамапты. Ол бұлақты табуды қатты қалапты. Біраз жүрген соң, Әли бір түрлі дыбысты естіпті. Әли тоқтап қалыпты. Бұтаның арасында кішкентай қоян қысылып қалыпты. Әли оған көмектесіпті. Қоян босап шыққан соң, Әлиге үнсіз қарап қалыпты. Ал Әли қол бұлғап жолын жалғастырыпты. Күн қыза бастапты. Жол ұзақ екен. Кішкентай Әли шаршай бастапты. Сәлден кейін Әли тағы бір кішкентай аңды байқапты. Кірпі арықтан өте алмай тұр екен. Оны көрген Әли кірпіге де көмектесіпті. Кішкентай кірпі Әлиге біраз қарап тұрыпты. Әли аздап су ішіп алып, жолын қайта жалғастырыпты. Күн одан сайын ысыпты. Сол кезде Әли тағы бір кішкентай аңды байқапты. Әли тоқтап қалыпты. Алдынан шыққан тасбақаға көмектесіп жіберіпті. Тасбақа Әлиге біраз қарап тұрыпты. Ал Әли қол бұлғап жолын қайта жалғастырыпты. Күн бата бастапты. Бірақ Әли әлі де жолда келе жатыпты. Күнде бата бастапты. Әли болса жолдан адасып кетіпті. Тіпті арықты таба аламын ба деп күдіктене бастапты. Кезде шөптің арасынан кішкентай қоян шығыпты. Қоян алға қарай жүгіре жөнеліпті. Ал Әли оның артынан еріпті. Біраздан соң тастардың арасынан кішкентай кірпі де шығыпты. Енді Әлидің алдында екі кішкентай досы келе жатыпты. біраз жүрген соң, тасбақалы үлкен тастың жанына келіп тоқтапты. Сол кезде Әли тастың астынан су дыбысын естіпті. Әли тасты итеріп көріпті, бірақ тас тым ауыр екен. Сол кезде кішкентай достары да Әлиге көмектесе бастапты.
Сол сәтте тастың астынан су қайта аға бастапты. Бұлақ қайта тіріліпті. Ал далаға тіршілік қайта оралыпты. Әли кішкентай достарымен қоштасыпты. Сосын қуанышпен ауылына қарай жол тартыпты. Сол күні Әли бір нәрсені түсініпті. Жасаған жақсылық бір күні өзіңе қайта орала деген нән.